Сәлеметсіздер ме, 4 сынып оқушылары? Менің сіздерге тілерім өмірдің ағымынан қалмау, ешқашанда білмеймін демеу, қасындағыларға көмектесу, қуаныш сыйлау, биік шыңға ұмтылу. Ғарышқа саяхат туралы тарау бойынша жұмыс жасаймыз. Балалар, жаңа сабақ бастамай тұрып, бір сұраққа жауап берейікші. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын нелер ұшырылды? Дұрыс, балалар. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Ендеше бүгінгі өтетін тақырыбымыз ғарыш кеме деп аталады. Бүгінгі дәптерімізді ашайық, бүгінгі күнді жазайық. Бүгінгі тақырыпты жазайық. Жаңа сөздермен танысайық. Арнайы, специальный, тар, тесный, шақырым, километр, расстояние, оралу, возвращение, салмақ, жоғалту, потеря веса, жылдамдық, скорость, қабырғаға байланған, привязан к стене, арнайы, қап, специальный мешок, ұйықтайды, спит, салмақ, жоғалтады, теряет вес. Видеоны тоқтатып, сөздік дәптерімізге сөздікті жазып алайық. Арнайы, тар, шақырым, оралу, салмақ, жоғалту, жылдамдық, қабырғаға байланған, арнайы қап, ұйықтайды, салмақ, жоғалтады. Жаңа сөздермен бір сөйлем құрастырып көрейік, дәптерімізге жазайық. Жақсы, балалар, келесі оқылым дағдысы бойынша оқиық және жауап берейік. Мәтінмен жұмыс. Мынау ғарыш кеме. Ол 1 минутта 600-700 шақырым биікке көтеріледі. Ғарыш кеме жерге қайтып оралады. Бірақ зымыран жерге қайтып оралмайды. Ғарыш кеменің сыртында адам өмір сүре алмайды. Ғарыш кеменің ішінде де біраз қиындықтар бар. Ғарышкерлер ауада қалғып жүреді. Ол жақта барлық зат салмақ жоғалтады. Ғарышкерлер арнайы қапта ұйықтайды. Ұйықтау қабы қабырғаға байланып тұрады. Ойланайық, сұраққа жауап берейік. Балалар, қалай ойлайсыңдар? Ғарыш кеменің іші қандай? Онда не бар? Ғарыш кеме қандай жылдамдықпен ұшады? Ғарышкерлер неліктен қабырғаға байланған арнайы қапта ұйықтайды? Дұрыс, балалар, жарайсыңдар. Ғарыш кеменің ішінде біраз қиындықтар бар. Ғарыш кеменің іші өте тар. Ғарыш кеме 1 минутта 600-700 шақырым жылдамдықпен биікке көтеріледі. Ол жақта барлық зат салмақ жоғалтады. Жақсы, балалар. Келесі тапсырма. 4-ші тапсырма. Қарсы мәнде сөздерді табамыз. Қарсы мәнде сөздерге қарама-қарсы сөздер жатады. Мысалы, ақ, қара, бар, жоқ, ауыр, алыс, тар, биік. Видеоны тоқтатып, тапсырманы дәптерімізге жазамыз. Тексерейік, балалар. Ауыр, жеңіл,
алыс, жақын, тар, кең, биік, аласа. Өте жақсы. Анықтайық. Үшінші тапсырма. Мағынасы мәндес сөздерді қарсы бағаннан табамыз. Жазылуы басқа, мағынасы бірдей сөздер синонимдер деп аталады. Мысалы, сұлу, әдемі, мереке, мейрам. Оралады, шақырым, арнайы, салмақ жоғалтады, тар. Тексерейік, балалар. Оралады, қайтып келеді. Шақырым, қашықтық өлшемі. Арнайы, әдейі. Салмақ жоғалтады, жеңілдейді. Тар, өте кішкентай. Жарайсыңдар, балалар, өте тамаша. Есте сақта. Септік жалғауларын дұрыс жалғап үйренейік. Ғарышкер зымыранмен ұшты. Ғарышкер ғарышқа ұшты. Ғарышкерлер ғарышта болды. Ғарышкерлер айды көрді. Ғарышкерлер ғарыштан оралды. Ғарышкерлердің арнайы компьютері болады. Үй тапсырмасы. Төртінші тапсырманың нұсқасын орындаймыз. Сөйлемдерді оқы, сөздерге қосымша жалға. Қорытынды. Құрметті оқушылар, сіздер жаңа ғарыш кеме тақырыбы бойынша ең маңызды, ең негізгі материалдарды алдыңыздар. Басқа мәліметтерді өз мұғалімдеріңізден аласыздар. Егер сұрақ туындаса, мұғалімге қойыңыздар. Сәттілік тілеймін сіздерге. Сау болыңдар, балалар.